Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Елдос. Бүгін мен сіздермен LF8 өнімі жайында сөз қозғағым келіп отыр. Егер сіздер менің YouTube каналыма кіріп қарасаңыздар, LF8 жайында және осы өнімді іше отыра қандай нәтиже алдым. Осы екі тақырыпқа менің жеке видеом бар. Достар, қазіргі таңда маған көптеген кісілер хабарласады, яғни сұрап жатады: Елдос, мен осындай аурумен ауырамын. Менде осындай диагноз бар. Осындай ауруға көмектесе ма, осыдан емделіп кетем ба, жазылып кетем ба деген сияқты сұрақтар өте көбейіп жатыр. Достар, мен біріншіден дәрігер емеспін және мен адам емдеумен айналыспаймын. Сосын кейбір кісілер бар, мысалы, осы өнімді басқа біреуден алады, бір-екі күн ішеді, содан кейін менің видеома қарап маған хабарласады: Елдос, мен осы өнімді ішіп жатыр едім, қалай бұл маған көмектесе ме, мен осындай ауруым бар дейді. Біріншіден достар, егер сіз басқа біреуден өнімді алып, сол кісінің рекомендациясы арқылы ішіп жатсаңыз, мен сізге ешқандай көмек бере алмаймын. Өйткені сіз басқа біреуден алдыңыз, яғни сол кісі сізге жауапты. Сол кісі сіздің барлық сұрақтарыңызға жауап беру керек. Мен бұл жерде басқа біреу үшін жауапкершілікті ала алмаймын. Егер сіз бұл өніммен таныс болмай, менің информациям арқылы, менің берген ақпаратым арқылы танысып, біліп жатсаңыз, онда мен сізге көмектесе аламын. Сол себепті достар, өнімді алып ішіп жатқан кісілер хабарласып менен көмек, яғни консультация сұрамай ақ қойыңыздар. Біріншіден, мен сіздерге бұл жерде жауап бере алмаймын. Сосын LF8 бұл дәрі емес. Мен өткендегі алдындағы видеода айтып өткен, LF8 дәрі емес деп. Сосын бұл ауруларды емдемейді достар. Бұл яғни қалай жұмыс жасайды? Бұл өнімді сіз іше отыра, сіз иммунитетіңізді көтересіз. Иммунитет көтерілгеннен кейін ағза, яғни организм, ол өзі басқа аурулармен күреседі. Яғни сіздің организміңіздағы бар аурулармен күресе бастайды. Енді қараңыздар, көбі бұны дәрі ретінде қабылдап жатады, десек те, бірақ көптеген адамдар осы өнімді ішіп, көптеген аурулардан айығып жатыр, яғни емделіп жатыр да. Біз сол нәтижелерге сүйене отыра, біз сіздердің назарларыңызға, яғни осындай аурулардан емделіп шықты, осындай результат бар, осынша уақытта деп сіздерге айта аламыз. Өйткені бізде ондай нәтижелер болғандықтан. Сол себепті достар, дәрі ретінде қабылдап қоймаңыздар ең бірінші. Сосын бұл БАДи дейді, мысалы көбі БАДи деп жатады. Бұл БАДиға да жатпайды, бұл клеточный питание жатады, яғни клетканы қоректендіруге арналған витамин деп айтсақ та қателеспеймін, яғни дәрумен ретінде ұсынылады. Сосын бұның халал сертификаты бар, яғни бұл табиғи 100% таза өнім. Сосын достар, көбінесе, яғни БАДи болсын, яғни витаминдер болсын, дәрумендер болсын да, көпшілікке неге ұсынып жатады? Қазіргі таңда қарап отырсаңыздар, денсаулыққа байланысты ұсынылатын өнімдер өте көп, яғни компания жеткілікті қазіргі таңда қарап отырсаңыздар да. Яғни достар, олар ең біріншіден не үшін арналады, кімге арналады? Яғни, егер сіздің машинаңыз болса, сіз машина жүргізетін болсаңыз, сіз білесіз, бір шама уақыт өткеннен кейін сіз майын ауыстырасыз, сіз оның суын ауыстырасыз, мысалы, бір жер сынып жатса, яғни запчасть дейді ғой, мысалы, запчастьны айырбастайсыз. Сосын мезгіл уақыт келген кезде, мысалы, әр мезгіл сайын сіз дөңгелегін айырбастайсыз. Сол себепті қарап отырсаңыздар, сіз профилактика жасайсыз да, олай айтқан кезде. Яғни машина одан әрі жүру үшін, яғни сізге көп қызмет жасау үшін, сіз не істейсіз? Машинаңызды жөндейсіз, оған ақша саласыз, оны ремонттайсыз, суын ауыстырасыз, майын айырбастайсыз деген сияқты профилактика жасайсыз былайша айтқан кезде. Біз дәрігерге қай уақытта барамыз? Сосын біз қашан анализ тапсырамыз, Сіз соңғы рет қашан емханаға барып, анализді тапсырып, мысалы, жайдан-жай өзіңізге білу үшін да, қанның, мысалы, мөлшері нормасы қандай, қанттың мөлшері қандай деген сияқты, мысалы, қай жерім ауырады, ауырмайды, мысалы, сіз білесіз бе өзіңіздің денсаулығыңызда қай жеріңіз ауырып жатыр, қай жеріңіз сау деген сияқты, мысалы, Былай қарап отырсақ, 12 мүшеміз ғана бар, бірақ қаншама аурудың түрі бар да, неше түрлі аурудың түрі бар, даже кейбір кезде, мысалы, аурулардың аттарын білмей жатасың. Былай қарап отырсаңыз, 12 мүшеміз бар да. Міне қараңыздар достар, біз өзіміздің мынау денсаулық бұл, яғни Алла тағала бізге денсаулық берді, ол тегіннен тегін келді. Тегіннен тегін келгесін оның құны жоқ та. Былайша айтқан кезде тегін дүниенің құны жоқ. Біз сосын немқұрайлы қараймыз өзіміздің денсаулығымызға.
біздің бірінші орында денсаулық емес, басқа бір нәрселер тұрады да. Басқа бір заттар тұрады, мысалы, денсаулық емес. Біз қашан барамыз емханаға? Ауырып қаламыз, не болмаса жедел жәрдем біз үйден алып кеткенше біз ешқашан да емханаға бармаймыз. Міне, біз білмейміз организмімізде не болып жатыр, біз неге мысалы шаршай береміз, неге басымыз ауыра береді. Біз оның барлығын білмейміз себептерін. Көрдіңіздер ме? Өзімізге өзіміз диагноз қойып аламыз да, солай жүре береміз. Енді мынау көптеген компаниялар бар, мысалы сіздерге өздерінің өнімдерін ұсынатын, мысалы денсаулығын жақсарт, қаның тазарт, шлак токсиндерден денең тазарт дейді мысалы. Достар, шынымен де ол дұрыс. Мысалы ең біріншіден біз жаңа айтып өткендей машинамызға профилактика жасаймыз, сол сияқты біз өзіміздің ағзамызға профилактика жасауымыз керек. Себебі біздің жеп жатқан суымыз, тамағымыз, демалып жатқан ауамыз барлығы таза емес. Соның барлығына біздің организмға не істейді? Шлак токсин жинала береді. Ол уақыт өте көбейеді, ең соңында бір ауруға айналады. Байқап қарасаңыздар, сол шлак токсиндерді шығаруға біз ешқандай әрекет жасамаймыз. Міне осы өнімдер, мен жаңа айтып отырмын, көптеген компаниялар ұсынып жатады өздерінің өнімдерін. Міне сол өнімдер көбінесе профилактикаға арналған, яғни біздің ағзамыздағы керек емес заттардың барлығын шығару үшін арналған. Қан тазартады, содан кейін шлак токсиндерді шығарады мысалы да. Сосын біздің қалай айтсам екен, мысалы біз кіші дәретке барған кезде, үлкен дәретке мысалы баратын болсақ, кейбір кісілер бар, мысалы аптасына 3-ақ рет барады, 4-ақ рет барады. Ол өте дұрыс емес та, мысалы, яғни сіздің организміңізде сбой болып жатыр деген сөз да. Міне достар, дені сау адам күніне 1 рет, 2 рет үлкен дәретке бару керек мысалы. Және де кіші дәреттің өзі мысалы түсі басқаша және иісі де басқаша болу керек та, мысалы өзіңіз байқасаңыз. Міне достар, біз денсаулыққа немқұрайлы қараймыз, профилактика жасамаймыз. Соның салдарынан біз көптеген ауруларға шалдығамыз. Сосын ол біз бір-ақ аурумен ауырмаймыз, бізде мынандай целый букет тұрады да. Көрдіңіздер ме? Сосын барып әбден бір ауырып, больницаға жатып қалғаннан кейін, больница ешқай жерден емхана көмек салмағаннан кейін біз неше түрлі бір нелерге барамыз мысалы, емшілерге барамыз, олардан көмек болмағаннан кейін басқа осындай компаниялар іздей бастаймыз. Сосын осындай ауырып жатырмын, осындай ауруға көмектесе алмай деген сияқты көптеген сұрақтар туындап жатады. Достар, ең біріншіден бұл ауырмайтын адамдарға арналған. Яғни сіз уақыт өте келе денеңізге профилактика жасап отыруыңыз керек. Сол себепті де, егер сіз уақытында профилактика жасасаңыз, сіз ешқандай ауруға шалдықпайсыз, ауырмайсыз. Көрдіңіз бе? Сол себепті достар, сіздер ең бірінші өздеріңіздің денсаулықтарыңызға дұрыстап қарағандарыңыз жөн, немқұрайлы қарамаңыздар. Бұл өнім ең бірінші профилактикаға арналған. Бұл дәрумен, яғни сіздің ағзаңыздағы керек емес шлак токсиндердің барлығын шығарады. Оны сіз ішіп жатқан кезде өзіңіз сезесіз, оны өзіңіз байқайсыз. Сөз соңында айтарым, мен дәрігер емеспін, адам емдеумен айналыспаймын, және де L8 бұл дәрі емес, тағы да қайталап өтейін. Бұл кәдімгі көпшілікке ұсынылатын дәрумен, витамин ретінде ұсынылады, профилактика үшін қолдану керек бұны. Денсаулығын сыр беріп, бір емін таба алмай жүрсеңіз, соның шешімін таба алмай жүрсеңіз, онда мен сізге осы өнімді ұсынамын, өйткені бізде осы өнімді ішіп отыра көптеген адамдар қазіргі таңда емін және емін тауып жатыр, шешімін тауып жатыр. Сол нәтижелерге сүйене отыра мен сіздерге консультация болса, яғни сіздердің сұрақтарыңызға жауап бере аламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар, және достар, менің каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сосын мынау шет жақта колокольчик тұр, яғни қоңырауға басып қойыңыздар, келесі видеомда шыққан кезде өткізіп алмаңыздар. Сосын төмендегі, осы видеоның астында төменде менің әлеуметтік желіме сілтемелер бар. Сол сілтемелер арқылы маған байланысқа шығып сұрақтарыңызды қоюға болады.